Гүлсім, қызым, келші, саған бір әңгімем бар еді деп анасы ас бөлмеге шақырды. Анам бір күрсініп, қызым, саған ауылға кету керек. Әні-міні дегенше оқуда бітіп қаласың. Ауылда соңғы 11-ші сыныпты бітірсең грантқа түсу мүмкіндігі көп екен. Білесің, әкең ақылы оқуға түсірмесі анық. Қанша жерден ақша болып тұрса да, ол маңдай термен жеткен дүниені бағалайды. Ақылың бар ғой, қызым, айтқанымды жаса. Кеше мұғалімің де осыны айтқан. Сабағың нашарлап кетіпті деп жатыр. Сондықтан ауылға барғаның дұрыс, қызым. Әкеңнің ауылы, ата-әжең жақсы кісілер, жеңгең де өте жақсы деген анамның сөзін тыңдамасқа шара жоқ. Анамның бұл сөздері маған ауыр болды. Қаланың ақ саусақ болып өскен қызы ауылда қалай тұрады? Мен өмір сүре алмаймын ол жақта. Анашым, мүмкін тағы ойланып көрерсіз. Білесіз, мен ауылда бір күннен артық тұра алмайтынымды. Туф, ауылға барғым келмейді деп жылағым келіп барады. Шыдайсың, қызым, басқа амал жоқ. Көнсең де көнбесең де осы. Сенен кейін екі бауырың өсіп келе жатыр. Олардың да болашағын ойлауың керек. Болды. Әңгіме осы жерден бітсін. Ертең кешке кетесің. Бар да заттарыңды ретте деп анашым көз жасыма қараған жоқ. Қатты қиын болды. Ауылда мүлдем ұзақ жүрмегенмін. 6 ай қалай шыдаймын. Ауылға баруға заттарымды жинап жатырмын. Ашудан бір жағынан сыныптастарымды қимай, көз жасым тоқтар емес. Қаладағы қызық өмірімді ауылдың түк мәні жоқ өміріне қалай айырбастаймын. Таң атты. Анам ертемен шығарып менің документтерімді алып келді. Әкем болса қуанып жүр. О, қызым, ауылға ата-әжесіне барады. Олар немересін көріп қуанып қалатын болды. Алтын қызым менің деп маңдайымнан сүйіп мақтап жатыр. Ішімнен бәрін жек көріп, қайғырып тұрғанымды ешкім ойлап жатқанда жоқ. Сіздерге өзімді таныстыра кетейін. Есімім Гүлсім. Үйдің үлкен қызымын. Артымнан ерген 2 інім бар. Әкем мен анам әкімшілік қызметкерлері. Жұмыс басты десем де болады. Қалада тұрамыз, кішкентайымнан қалада өстім. Сонымен ауылға да келдім. Ата-әжем құлыншағым деп қуанып, әжем болса маңдайымнан қайта-қайта сүйіп жатты. Анам оларға, қызым өзі ауылға барамын деп айтыпты. Сол сөздер үшін ата-әжем мәз. Олардың қуанғанын көріп өзімді бір мықты іс бітіргендей сәл қуанғандай болдым. Жеңгем болса бәр тәттіні алдыма үйіп төгіп қойып жатыр. Негізі біздің әулетте менен басқа қыз баласы жоқ. Жеңгемнің де балалары ұл бала. Әйтеуір жеңгем мені өз қызынан кем көрмейді. Атам ауыл ақсақалы, көп жерге сөзі өтетін мықты кісі еді. Сол кісінің арқасында мектепке бір күнде қабылдады. Ауыл кішкентай өсек деген лезде гу-гу етіп қалатыны сөзсіз. Қаланың қызы келіпті, ауылға оқиды деген сөз ауылда ең көп таралған өсектің бірі болды. Үйді торуылдайтын жігіттердің қарасы көбейе бастаған. Ағамның 2 ұлы менен, біреуі 1 жасқа үлкен, екінші ұлы менен кіші. Соларды сұрап қайта-қайта келгіштеп кеткендерді көрген әжем сөйлеп жүретін. Мектепте де бәрінің көзі менде, өзімді жұлдыз сезіндім. Онымен қоса киген киімім де ерекше еді. Анам әр келген сайын киімдер алып келетін. Соларды киіп жарқырап жүрдім. Бір күні ішім пысып дүкенге бардым. Жеңгеме не әкелейін деп сұрап едім. Нан ала сал деді. Бір туыстарымыздың үйінде көмекте жүрген жеңгем қамыр илеуге уақыты болмаған кезде дүкеннен сатып алатын. 2 нан беріңізші дедім дүкенші апайға. Дүкенші,
Жаңа ғана нан таусылып қалды деді. Сөйтсем жанымда тұрған жігіт 3 нан алып қойған. Ол маған қарап қояды. Сосын қасыма келіп, қарындас, міне 2 нан сізге деп асығыс шығып кетті. Дүкенші апай мырс етіп күліп басын шайқады. Өзім бір түрлі ұялып қалдым. Шоколад алуға барған едім. Ана жігіттің ісінен соң дереу дүкеннен шығып кеттім. Сыртқа шықсам жаңағы жігіт мені күтіп тұр екен. Мені көре сала атым Жандәулет. Сіз туралы көп естігенмін. Бірге бетпе-бет бірінші рет көруім. Айтса айтқандай сұлу екенсіз деп айтуын айтып алып қолын ұсынды. Нан үшін рахметімді айтып, бірақ дүкеншінің алдында ыңғайсыз болғанын айта салдым. Дүкенге шоколад алуға келгенімді айтып едім. Дереу жүгіріп барып әкеліп берді. Солай ол жігітпен таныстық жалғасты. Әні-міні дегенше Жандәулетпен достасып кеттік. Ара-тұра дүкенді сылтауратып, жолығып шерт тарқатысып жүрдік. Ауылдағы ең жақын адамым болды. Бірақ оның отбасын аса танымадым. Тіпті кім екендерін де білмеймін, аса қызық болмады. Бірақ екеуміз бір-біріміздің отбасымыз туралы әңгіме айтпаппыз. Ол менен 1 жасқа үлкен. Оқуға өзі бармаған екен. Әзірге оқуға барғым келмейді деді. Мен де оның кеткенін қаламадым. Ауылға арасында анам, әкем келетін. Негізі олар көп аса келмейтін еді. Мен осында болғалы демалысты сылтау етіп келіп жүр. Мені жалғыз қалмасын деп келіп жүр екенін іштей біліп жүрдім. Кейде мен қалаға барып тұратын едім. Келмеймін деп боздаған ауылға да үйреніп кеткендеймін. Жеңгем үй шаруасына өте пысық еді. Маған көп нәрсені үйретті. Ағам мен ата әжемнің бағы 5 ел екен. Осындай алтындай келіні бар. 6 ай зырғып өте шықты. Анам айтқандай ауыл квотасымен оқуға түстім. Жақсы академияға ай сайынғы стипендиясы бар. Оқуға түскеніме туыс-туған дос-жарандар көрімтіктерін беріп жатыр. Бір байып қалдым десем де болады. Дәрігер мамандығы бойынша оқуға баруға дайындалып жүрдім. Әкем су жаңа телефон сыйлап, төбем көкке жеткендей қуанып қалдым. Жаңа телефон алғалы көп таныстарымның нөмірі өшіп кетті. Жандәулетпен байланыс мүлдем үзілді. Біраз уақыт ұмыта алмай жүрдім. Оған қатты бауыр басып қалып едім. Тіпті ұнатып қалдым десем де болады. Ауылға оқуға түскелі баруды қойдым. Тек жиында ғана барып, тез қайтып кететін болдым. Бар ойымды, уақытымды тек оқуға арнадым. Жақсы білім алып, адамдарды емдеу, оларға жәрдем беру арманым еді. 1-ші курстың 2-ші семестрінде академия жанындағы кафеге түскі ас жеуге бардым. Тағдырдың тосын сыйы деген осы екен. Баяғы мен ұнатқан Жандәулет осы жердің администраторы. Екеуміз бір-бірімізді көріп, мәз-мәйрам болып, тоқтаусыз әңгіме айттық. Онымен басым қосылса, тоқтамай 2 сағат сөйлесе беретін едім. Ол да менімен әртүрлі тақырыпта әңгіме айтатын. Бір-бірімізді сағынғанымызды көзбен ақ ұғып тұрмыз. Қалаға оқуға түскенімді ауылдағылардан естіген екен. Бірақ хабарласып құттықтайын десе, телефон нөмірімді таппай қалыпты. Ағаларымнан нөмірімді сұрауға дәті жетпеген. Солай арамыз алыстап кетіп еді. Енді міне қайта жолықтық. Ағасымен бірге қалада тұрып жатыр екен. Екеуміз нөмір алмасып, енді жоғалмаймыз. Байланыста боламыз деп ол жерден әрең кеттім. Оны қатты ұнаттым, бірақ сезімімді бірінші болып көрсетуге намысым жібермеді. 1-ші курста аяқтап үйге келгенімде әке-шешем ауылға барып қайт, ата жеңе сәлем беріп кел деп қоймады. Өзімде ауылға барғалы жүргем. Ата әжемді, жеңгемді қатты сағындым. Оларға қаладан сыйлықтар алып жолға шықтым. Ауылға қарай такси күтіп тұрғанымда жаныма
белгісіз ер адам келіп ауылымды айтып, Жексен атаның немересі емессіз бе? Түріңіз таныс. Ана жылы ауылда мектепте оқыдыңыз ғой. Жүріңіз, мен де сол ауылданмын. Жеткізіп салайын деді. Атамның атын айтқан соң туысымыз болар деп көлігіне мініп алдым. Ол жігіт менен 6 жасқа үлкен көрінеді. Тоқтаусыз сұрақтар қойып мені әңгімеге тартып отырды. Түрі Жандәулетке ұқсайтындай болды, бірақ аса мән бермедім. Ол жол бойы әртүрлі әңгіме айтып, мені сөзге тартқысы келді. Бірақ мен онымен әңгімелесуге зауқым соқпады. Ол маған көліктің айнасынан қайта-қайта қарай берді. Ауылға да жеттік, бірақ ол мені атамның үйіне емес, басқа бағытқа қарай алып кетті. Мен басында мән бермедім, мүмкін заты бар шығар, беретін деп үндемей отыра бердім. Бірақ беретін заты мен екенімді білмесемші. Үлкендеу үйге қарай кіргізді. Шамасы Жандәулеттің үйі секілді. Бұрын осы үйді көрсеткен еді, менің үйім, әне деп. Есікті топырлаған әйелдер ашып басыма ақ жаулықты жаба салды. Енді түсіндім, таныспай жатып, еріксіз алып қашу екенін. Мен жылап, барынша арпалыстым. Ақырында көндіруге тура келді. Әжем мен атам бірінші келіп мені алып кетудің орнына қалдыруға көндіріп жатқанына қайран қалдым. Атам мен әжем, Жандос осы ауылдың баласы, елге сыйлы азамат. Қызым, қала ғой, бізге жақын тұрасың, бағың жансын деп үлкендер өзара келісімге келіп баталарын беріп кетті. Анам мен әкем бұл хабарды естіп, анам мені әкетуге тырысқанымен үлкендердің сөзінен шыға алмай-ақ батасын беруге тура келді. 19 жасқа толмай, інісіне ғашық жанның әйелі болғаныма әлі сене алмай қайғырып жүрдім. Атайы енем және күйеуімнің бауыры бар екен, ол Жандәулет. Бірақ оны әлі көрмедім. Ол емес шығар деп те ойладым. Амалсыз келіндік өмірге үйренуге тура келді. Енем аздап тік мінезділеу екен. Бастапқыда ренжіп қалатын едім. Ара-тұра қайын атам қорғап сөзімді сөйлейді. Жылап күліп әйтеуір тіршілігімді жасап жүрдім. Осы тұста айтарым, біздің қоғамда алып қашу құрбаны болған қыздарды келін еткенімен қоймай, жақтырмай жағадан алатын енелерге, күйеулеріне лағнет. Менің де ішімде сондай нәрсе болды. Бәрінен де қорқатыным оқуым еді. Жібермей қойса, соншама еңбегім далада кетема деп. Бірақ мен оқуымды жібермесе ажыраса саламын деп нақты шешім қабылдап қойдым. Кешке күйеуім келгенде, менің оқуым бар, қанша жыл оқимын. Оған еңбегімді байға тидім екен деп тастай алмаймын. Оқуыңа қарсымын десең дәл қазір айт. Мен киімдерімді жинап ажырасамын деп бетіне айта салдым. Ол сәл кідіріп, менен бұндай сөз күтпеген болу керек. Бірге барып келіп жүреміз. Ол қалада да пәтеріміз дайын тұр деп қуантып қойды. Келін болғаныма 1 ай болды. 1 айдан бері қайын інімді әлі көрмедім. Үйден қонақтар арылмай жатыр. Бірде енем, бүгін қайның келеді, ет ас балам. Қаншама уақыттан бері енді келе жатыр. Әр түрлі жейтін нәрселер пісір деп шаруалармен шығып кетті. Түскі уақытқа дейін бәрін жасап қойдым. Ас бөлмеде көзім ілініп кетіпті. Біреу кіргендей болды. Қарап қалсам Жандәулет. Не жыларымды, не күлерімді білмей қалдым. Мені алып қашқан күні телефоным жоғалып кеткен. Арпалысып жүргенде қайда қалғанын білмеймін. Әлі телефон алып бермеген. Қалаға барғасын өзің таңдап аласың деп еді. Дәл қазір алдымда мен ғашық болған жігіт тұр. Мен оны құшақтап алып жылағым келді. Бірақ оның артынан мен сүймейтін, күштеп өзіне әйел еткен ағасы кіріп келді. Өзімді әзер ұстап, тезірек басқа нәрсені сылтау етіп далаға қарай шығып кеттім.
Жандәулет пен Жандос туған бауырлар. Түрлері аздап ұқсайды екен. Баста кімге ұқсаттым десем, Жандәулетке сезімі шынайы еді. Бірақ ол оны байқамады ма, әлде байқағысы келмеді ме? Қанша рет кездесіп қыдырғанда ғашық екенін ұнататынын айтпады. Бірақ естен кетпес қыдырған кездеріміз есіме түскен сайын көңілім босап қалды. Күндер өтіп жатты. Күйеуімді жақсы көріп кетемін деп ойлап едім. Бірақ мүлде жек көріп барамын. Оның үнсіз Жандәулетті көрген сайын жүрегім қанжылайды. Оны күнде көрген сайын сезімім алып ұшып қайтадан ішімдегі ғашықтық жалын басылар емес. Енем маған сөйлеп қалса, Жандәулет қорғап шығатын еді. Оның бұл әрекеті оған деген сезімімді одан әрі ұлғайтып жіберді. Үнемі менің сөзімді сөйлеп, менің жағымда болды. Тіпті ағасына да жақ ашқызбайтын. Үнемі маған көмектесіп, тәтті әкеліп жағдайымды жасап жүретін. Оның ең ауыр сөзі мені жеңге дегені. Бұрын одан жаным деген сөзін естігім келетін. Бірақ ол мүмкін емес. Бірде шай үстінде ол: жақында үйленіп қалатын шығармын. Сөйлесіп жүрген қызым бар деп әке-шешесін қуантып қойды. Бұл сөзді естіген менің түрім бұзылып кетті. Ешкімге білдірмеуге тырысып, жүзімді төмен салып, қолдарым дірілдеп шайды әзер құйып отырдым. Соңғы уақытта жүрегім айнып, өзімді жайсыз сезініп жүрдім. Оның үстіне қайнымның басқа жанды үйге әкелуін көз алдыма елестеткен сайын жылағым келеді. Жүрегім жиі айныған. Жүктілікті анықтайтын тест көрдім. 5-6 секунд өтпей мен қаламаған нәрсе болды. Мәссаған, менің аяғым ауыр екен. 2 сызық қып-қызыл болып шыққанын көріп, көңіл күйім бұзылды. Не жыларымды, не күлерімді білмей тұрмын. Не де болса әкесі ғой деп күйеуіме көтергенімді айттым. Күйеуім естіген бойда балаша қуанып бәрінен сүйінші сұрап кетті. Күйеуімнің бұл ісінен ұялдым. Әрине Жандәулеттен. Онан қалды, күйеуім бұл жаңалықты жолдастарымен жуамын деп таңға дейін жоқ болды. Сол қуанышты хабардың артынан қайғы келерін кім білген? Қанша жерден ұнатпасам да, өлім тілемедім, тіпті білмеймін. Бұл жаңалық бәрімізді есеңгіретіп жіберді. Бәрінен де ата-енеме қиын болды. Енем естіген бойда қан қысымы көтеріліп өзін жоғалтып алды. Атам үнсіз іштен тынып бір бөлмеден шықпады. Ол кезде мен өзімді өзім кінәлап жылай бердім. Кезінде алып қашқан кезде ішімнен жылап отырып, ауыр сөздер айттым ғой. Сол көз жасымның наласы ма деген ой санамды жаулап алды. Бәрінен де күйеуімнің соңғы бейнесі. Баласы үшін қатты қуанып, мені құшағына соңғы рет құшқаны есімнен кетпей қойды. Әлі өмірге келмеген балам әкесі жетім қалғанын тағы ойлап жылай бердім. Жандос сол күні тойлатамын деп алғаш рет ішімдік ішіп рөлге отырған. Қатты жылдамдықпен жол жиегінен шығып кетіп апат болыпты. Сол мезетте қатты бас жарақаттан жан тапсырған. Оны жек көрумен болып едім. Енді міне ұлын жетім мен жесір етіп боздатып кете барды. Енем аздап болса да өзіне келіп, келінжан, сен көп қайғыра берме. Ұлымның жалғыз тұяғынан айырылғым келмейді. Өзіңді күште, қарағым, және де бала туылмайынша кетпеуіңді өтінемін. Ол немерені қанша күттік. Одан бізді айыра көрме деп, еңкілдеп атам екеуі жылап отыр. Үлкен бастарымен маған өтініш жасағанда қалай мен жоқ деймін. Әрине үнсіз келістім. Әке-шешемде түсіндіріп сол үйде қалдым. Жағдайыма байланысты оқуымды уақытша тоқтаттым. Жандәулет те ұзақ өзіне келе алмай жүрді. Үйленемін деген арманы күл-талқан болды. Таңғы шай үстінде атам: үлкен ұлымның 40-ы өтті. Енді жылдық асын берген соң, қызым, сен Жандәулетке әмеңгерлік салтпен тұрмысқа шығасың ба?
Ұлымның жалғыз тұяғын бөтен біреудің шаңырағында қаңғыртқым келмейді. Жоқ, келіспеймін десең, немеремді тастап, бақытыңды тапсаң, ақ батамызды береміз деп көзіне жас алған атам ары қарай сөйлей алмады. Жандәулетке соққы үстінен соққы болды. Әрине оңай емес. Бір жағы ағасының баласы және әйелі. Екінші жағында үйленуге ұсыныс жасап қойған қызы бар. Екеуміз үнсіз қалдық. Ата-енем бізді жиі оңаша қалдырып кетіп қалып жүрді. Оңаша қалғанда бұрынғыдай сөйлеспейміз. Үнсіз шай ішіп отыра беретін болыппыз. Арада 9 ай өте шықты. Тірі адам тіршілігін жасайды деген рас екен. Әйтеуір күніміз демде өтуде. Ұл бала дүниеге келді. Жандостан айнымайды, аузынан түсіп қалғандай. Ене мен атам рахметін айтып, жылаумен болды. Ұлымыз қайта дүниеге келгендей деп байғұс енем немересін қатты жақсы көрді. Кішкентай ғана бөбегім-ау деп енем бір күліп, бір жылап мәре-сәре болды. Жандостың жылдығасын беріп, бір айдан соң Жандәулет екеуміздің некемізді қиды. Бірақ ол маған өз әйеліндей қарай алмады. Ағама қиянат жасап жатқандай боламын деп бөлек жататын еді. Өзімді қатты кінәлі сезіндім. Бір күні тағы оңаша қалғанда Жандәулетке барлық сырымды жылап отырып айттым. Қайтейін енді, Жандәулетпен алғаш кездескенде ғашық болғанымды. Тіпті оған осы кезге дейін өлердей сүйгенімді айттым. Әңгіме соңында мен ағаң алып қашпағанда мен сенің қалай болса да жарың боламын деуші едім. Сен қанша күту керек болса да сонша күтуші едім. Тек сенен соңғы рет сұраймын. Маған ешқандай сезімің болмаса да, қазір айтшы, мен өз еркіммен кетемін. Ұлымды ата-әжесіне әлдеқашан бердім. Солардың баласы ол. Тек сен бақытты болшы деп сөзімді айттым. Өйткені оны да, өзімді де қинағым келмеді. Жандәулеттің менде сезімі болмаса, өз еркіммен ешқандай ұрыс-керіссіз кеткім келді. Оқуымды оқып, мансап қуғым келді. Бірақ қайным Жандәулет мені жібермеді. Оның да маған айтар сыры көп екен. Неге сол күні ағамның көлігіне міндің? Әттең мінбегеніңде сен менің жарым болатын едің. Сол үшін де ағамның тойына келе алмадым. Қанша жыл сүйген қызым әп-сәтте жеңгем болғаны жүрегіме қатты батты. Тек өзімді алдаумен болдым. Ағамнан айырылып, сені әйел еткенім үшін тағы қайғырдым. Өйткені еркек басымен сені ағам алып қашқан күні солқылдап жыладым. Ағамды жек көрдім. Не бір жаман сөздер айттым. Менің көз жасым ағамның өліміне себепші болды деп өзімді әлі жазғырудамын. Енді мені тастап кетсең, мен сенен тағы да айырылып қаламын. Сені ұмыту үшін өзге жанға үйленуге ұсыныс жасап едім. Бірақ тағдырым саған қайта қосты деп көз жасына ерік беріп құшақтасып, жылап, соңында еріндеріміз табысты. Сол түні біз бәрін артқа тастап екеуміз бозбала мен бойжеткен секілді бұрын жанған сезімімізді қайта жақтық. Бізді Алланың өзі қосты. Ажал да Алланың бұйрығымен келеді. Біздер тек шалыс баспай, нәпсімізді тыйсақ, Алла өзі бәрін реттейді екен. Менің соған көзім жетті. Қазір ең бақытты анамын. Ауылда бас дәрігер болып жұмысқа тұрып алдым. Жандәулет ауылдан үлкен супермаркет ашып алды. Ата-енем 4 немересін бағып үйде отыр. Аллаға сансыз шүкірлік етемін. Барша жанға Құдай қосқан қосағымен қосағарсын деп тілеймін.